Қайырлы күн, құрметті көрермен. Бүгінгі тақырып мөлшер жас туралы болмақ. Олай болса, видео басталмай тұрып арнаға тіркеліп, лайк баса кетіңіз. Мөлшер жас дегеніміз қазақ халқының адам жасын есептеу үлгісі. Қазақтың жыл санауы бойынша 12 жылдың әрбіреуі жануардың атымен аталады. Алдымен тышқан жылы, одан кейін сиыр, барыз, қоян, ұлу, жылан, жылқы, қой, мешін, тауық, ит пен доңыз келеді. Әрбір жыл наурыздың 22-сінен басталады, ал барлығы бір айналып шыққанда мүшел жасты құрайды. Бірақ адамның алғашқы мүшелі 13 жасында басталады. Себебі анасының құрсағында жатқан 9 айы бір жыл болып есептеледі. Одан кейін 25 жас 2 мүшел, 37 жас 3 мүшел, 49 жас 4 мүшел болып кете береді. Мүшел жасында әр адам сақтанып жүреді, алыс, ауыр сапарларға шықпайды, ауа райының қолайсыз кезеңдерінде абайлап жүреді. Негізі қазақтардың мұндай сақтануы негізсіз, бос әңгіме емес. Өйткені адам ағзасында әр 12 жылда үлкен өзгерістер болып тұрады. Әр мүшел ішінде адамның өзіне тән қасиеттер мен болмысы қалыптасады. Мысалы, бір мүшел балиғатқа толуға байланысты болса, екі мүшел ат жалын тартып мінген жастың есейген шағы, үш мүшел ақыл парасаттың толысу шағы деген адамның физиологиялық, психологиялық жетілулерін меңзейді. Ал жарты мүшелдер арнайы ғұрыптармен аталып өтілген. Мысалы, жарты мүшелге келген ұл баланы сүндетке отырғызып, атқа мінгізу салтын өткізген. Қыз баланың құлағын тесіп, оған сырға таққан. Мысалы, алғашқы мүшелде ер балалардың дауысы өзгеріп, қыз балалардың дене бітімі сүйкімді бола бастайды. 13 жас кейбір балалар үшін қауіпті, өйткені баланың бойындағы өзгеріс кезеңі жайымен өтсе, қауіп жоқ. Ал күрт өзгерсе, кейбір балалар жүрек, жүйке ауруларына шалдығуы мүмкін деп есептейді. Мүшелден мүшелге өту аралығындағы жаста адамға қауіп-қатер жуық болады. Ал бабаларымыз адам өміріндегі ең басты әрі қауіпті мүшел жас 37 жас деп есептеген. Мүшел жастан аман есен өткен адам садақа беріп, жетінан үйлестіреді дескен. Бабаларымыз ең алғаш мүшел жасқа толған ұл баланы 13-те отау иесі деп бойына үлкен жауапкершілік арта бастаған. Екінші мүшел жас 25 жас. Жігіттіктің алғашқы сатысы. Ол кезде ер жігіт бусанып, дене құрылысы өсіп, жетіліп, күші тасып тұрады. Бұл мүшелде де садақа беріп, келесі мүшелге дейін аман есен болайын деп тілек тілеген. Үшінші мүшел жас 37 жас. Бұл жас адам өмірінің жартысы болып есептеледі. 37 жас адам өміріндегі ең басты мүшел. Бұл мүшелде адам жігіттіктен мосқалдау кезеңге өтіп, ақыл тоқтатып, дүниеге қызыға да, қызғана да қарайды. 49 жас. Бұл адамның даналыққа аяқ басатын кезі. Бұл мүшелде кейбіреуі немере сүйсе де, кәрілікке мойын бұрмай, маған кәрілік келмесе екен, әлі де болса қартаймай, ойнап күліп қалайыншы дейтін кезі. 61 жас. Адамның даналығы артып, өзінен туған балаға сын көзбен қарап, басқан ісін аңдып, жаман жақсысын ажыратып, өзі де тәрбиеге келетін кезеңі. 73 жас. Бұл кәріліктің мойынға мініп, аяғын тұсап, отырса тұруы, тұрса отыруы мұң. Жатса ұйқы жоқ, адамның діңкесі құрып, айқай жас кезім-ай деп көкірегі қарс айырыла күрсініп, дөңбекшіп барып ұйықтайтын кезеңі. 85 жас. Бұл мүшелде адамның айдай басы қатып, өзінің кейінгілерімен бала құсап ұрсып, жеген тамағын жеген жоқпын деп өкпелегіш болатын кезеңі. Сол үшін де ел арасында күлсең кәріге күл, бұл жасқа жеткен де бар, жетпеген де бар десетін сөзі бар емес пе? 8-ші мүшел 97 жас. Ол кезеңде адам қалжырап, 9-ші мүшел 109 жасында шөпшек сүйеді, ал 10-ші мүшелінде 121 жасында немене сүйетін кезеңі. Осыған орай мүшел жасты тойлай ма, тойламай ма деген халық арасында дау көбейді.
Бұрынырақ қазақ халқында туған күнді немесе мүшел жасты тойлау болмаған. 20 ғасырдың басынан бастап белгілі қайраткерлердің мүшел тойлары, сондай-ақ 50, 60, 70 жасқа толуына байланысты мерекелік шаралар өткізіле бастады. Мерейтойдың әлеуметтік және рухани маңызы өте зор болған. Олар белгілі ақын, жазушы, ғалым, батыр және тағы басқа елге белгілі адамдардың еңбегін бағалау, оның мәртебесін көтеру ғана емес, қалың жұртшылықты, әсіресе жастарды ұлы іске, өнерге, білімге тәрбиелеудің үлгісі, халыққа қызмет етудің көрінісі деп бағаланған. Сонда мүшел жасқа толып отырған қайраткер ел алдында есеп беріп, өз қызметінің жемісін көреді. Ал жастар болса оларға еліктеп, армандауды және биік мақсаттарға жетуді көздейді. Ал қазіргі заманда тойдың түрі көбейіп кетті. Әсіресе 1 жасқа толған баладан бастап 70 жасқа толған қарияға дейін өз туған күндерін жібермей тойлап, дүйім жұртты шақырып, ұлан-асыр той жасайтын болды. Осы пікірге өз ойыңызды жаза кетіңіз. Сіз бұны дұрыс деп есептейсіз бе, жоқ па? Қазақта мүшел жас өте қауіпті кезең болып саналады. Сондықтан оған қатысты түрлі ырым-тыйымдар бар. Сонымен қатар мүшел жасқа келген адамға бағалы затын біреуге сыйлау керек деген ұғым бар, дейді этнограф Болат Бопайұлы. Мүшел жас қауіпті кезең болғандықтан, мүшел жасында адамдар алыс сапарға жалғыз шықпаған, той жасамаған, өлімді жерлерге көп бармай, ұрыс-керістен аулақ жүрген. Мүшел жасқа кірген адам өзінің қимайтын бір затын жолдас-жорасына, тілеуін тілеп жүретін қарияға, құрбысына, болмаса ауылдағы аузы дуалы адамға беріп, содан бата сұраған. Бұл рухани тұрғыда желпініп, сергек жүріп, өз өмірінің бағытын дұрыстау жолында жасалған іс. Ал жаңағы өзінің қимайтын затын садақаға бергеннен кейін адамның көңілі кеңейіп, сергіп қалады екен. Өзіне төнген қауіп-қатер, сырқат, садақа беру арқылы кетеді деп сенген. Бұл сыйлық аман-саулық, бақыт жолында берілген садақа, дейді. Бұрындары байлар мен жомарт адамдар мүшел жасқа келгенде атын немесе қымбат тонын, алтын жүзігін, жан садақасы деп малдай, заттай сыйлаған. Мүшел жаста өзі ұзақ ұстаған затын беру керек деп ойлаған. Мұндай сыйлықты жай адамдар емес, бата бере алатын, дуалы ауызды, жылы лебізді адамдарға береді. Одан қалды қазақ мүшел жасында сәнді киініп, көрікті болып көзге түсе бермеген. Себебі ондай жағдайда тіл мен көз көп тиеді деп қорыққан. Мүшел жастағы адамның бір аяғы көрде, бір аяғы жерде болады деген сенімдерде болған. Бірақ бұған бола қорқып, уайымдаудың да қажеті жоқ. Себебі мүшел жасыңда біреуге сыйлық бермесең, қауіп-қатер келеді дегенді білдірмейді. Әрине, өзіңе қымбат затыңды сыйламасаң, міндетті түрде ауру сырқатқа ұшырайсың, қауіп-қатер келеді деген сөз бекер сөз. Бұл ұлтымыздың тіршілігінде қабылданып кеткен ырымдар және кәделер. Дүниесін сыйға тарту арқылы қазақта рухани түрде серпіліп қалатын болған. Оның үстіне мүшел жасқа келгеннен адам сый алғаны үшін де бұл үлкен құрмет саналған. Айтпақшы, мүшел жасқа келгенде міндетті түрде мал сойып қан шығару керек деген сенімнің өзі дұрыс емес. Қай жаста болсаңыз да деніңіз сау, өміріңіз мәнді және сәнді болсын. Көріскенше күн жақсы, құрметті ағайын.